Мектепке қажетті кітаптарды қаптайық. Өз қолымызбен қаптасақ та болады. Бізге керек ол үшін үтік, клеенка и пергамент қағазы. Кітаптың өлшемімен өлшеп аламыз клеенканы. Сол бүктеген жерін үстін кесіп, пергамент қағазымен үтікті басамыз. Шетін үтіктеп аламыз. Кітапты екінші арт жағын тағы өлшеп алып, үсті жағын кесіп, үтік басамыз. Тек қана бүктеген жерін ғана үтікпен басамыз. Содан кітаптың ортасынан кіргізіп, асты үстіне үтік басып шығамыз. Мама, беше var sığa. Міне дайын кітабымыз күшті болып шығады.